Құрметті өнерсүйер қауым, бүгін Қостанай қаласында өтіп жатқан халықаралық алтын микрофон балалар байқауына қатысушыларға сәттілік тілеймін. Дорогие земляки, в этом году в моем родном городе Костанай проходит юбилейный 20-й фестиваль-конкурс «Алтын микрофон». Хочу пожелать всем талантам и, конечно же, своим землякам: сияйте, блистайте и покоряйте не только зрителей нашей прекрасной страны Республики Казахстан, но и мировые сцены. Осы байқауға, осы конкурсқа қатысушылардың барлығына сәттілік тілеймін. Өнер бәйгесінде оза шауып, еліміздің даңқын асқақтата берсін деген тілек айтқым келеді. «Золотой микрофон» — это проект, который стал трамплином для многих молодых артистов, и по сей день он выполняет свою почетную миссию объединения народов, культур, любви к музыке и дружбы. Всех участников я хочу поздравить с этим грандиозным событием и пожелать творческих успехов, процветания таланта и, конечно же, новых высот. Золотой микрофон только вперед. Алтын микрофон жасай берсін. Барлық қатысушыларға тек қана сәттілік. Жүзден жүйрік мұннан тұлпар шығатын әншілерге сәттілік тілеймін. Бақ қонсын, қыдыр дарысын, жортқанда жолдары болсын. Алтын микрофон олардың өнердегі бағын ашсын.